Сол жылы Мендес мексикалық Эралдо журналының жылдың ең әдемі келбеті сыйлығын жеңіп алды. Біз кінәсіз болғандықтан жыныстық қатынас туралы ештеңе жоқ спектакліне қатысу арқылы бүкіл Америка Мендес туралы айта бастады. Ол бірнеше беделді марапаттарға ие болды және Голливуд мұражайында өзінің балауыз фигурасын алды. 1978 жылы Лусия итальяндық тұрмысқа шығады сериясында дебют жасады. Ол танымал мексикалық хикаяларға қатысуды жалғастырды. Сонымен қатар жарнамалық роликтерге түсті. 1980 жылы Мендес Каларина телехикаясының түсіріліміне қатысты. Онда ол мексикалық көрермен үшін жезөкшенің жарқын және ерекше бейнесін өмірге әкелді. Бұл жобаға арналған әндерді актрисаның өзі испан композиторы Камила Сестомен бірге жазған. Мендестің ең үлкен даңқы оның меценаты Эрнесто Алонсо шығарған «Сенен басқа ешкім жоқ, никто кроме тебя» теленовелласындағы роль болды. Сериалда Андрес Гарсия ойнады. Ол Мендеспен жұптасып картина шыққаннан кейін әлемдік танымалдылыққа ие болды. Және 70-80 жылдардағы Латын Америкасы киносының басты секс символдарының біріне айналды. Көрермендер актерлік дуэтті ажырамас тұтастық ретінде қабылдады. Сериал тек Латын Америкасында ғана емес, ақш, Германия және ТМД елдерінде де көрсетілді. Мендес Латын Америкасы сыншылар қауымдастығының үздік актриса сыйлығын жеңіп алды. Және оның сериалдың басты тақырыбы болған Коразон де Педро композициясы үздік латын поп орындаушысы номинациясының американдық Грэмми сыйлығын алды. 1994 жылы актриса Телемундо компаниясының сериясына қатысуға келісімшартқа отырды. Оның түсірілімі ақш аумағында өтті. Алайда мексикалық телевизия компаниясымен бұрын қол қойылған келісімшарт бойынша актриса тек олардың жобаларында ойнауға құқылы болды. Актрисадан сериалды дереу тастап отанына оралу талап етілді. Актрисаның серіктесі Эдуардо Янес болған Мэрилена жобасының ақш